Жап-жас 40-тан 50-ден енді асқан адамдар өмірінің ең бір қызығын көретін ерлер мен әйелдер. Шетелдегі, Еуропадағы, Азиядағы, басқа елдердегі өзімен ұқсас жастағы ерлер мен әйелдермен салыстырсаң, қазақтар әлде қайда азып, тозып, әбіржіп, қартайып, бетін әжім басып, көзінде мұң ұялап кеткен. Мен қазақтың әлеуметтік желідегі әрбір жылаған қыз келіншектеріне, әйелдеріне жаным ашиды. Өткенде бір видеоны көріп жылап жібердім. Орамал таққан әйел жұмыстан, рестораннан ыдыс жуып шығып келе жатыр. Барлықтарыңыз көрдіңіздер деп ойлаймын. Мен соны Telegram және WhatsApp каналға салдым. Жетіспейді, жоқшылық, өстіп өміріміз өте ме дейді. Ана қазақ қызының жылаған видеосын көріп мен жыладым. Таксист ағаларымыз, бауырларымыз күніне 12-15 сағат көлікте отырады. Белден кете ме кетеді? Белден кете ме кетеді? Қозғалмай отырған көлік жүргізушілер белден кетеді. Белден кетеді. Сосын не болады? Геморрой болады. Сосын не болады? Грижа өседі. Грижаны қазақ шершеу өскен дейді. Шершеу өседі. Геморройды қазақ көтеу дейді. Ал геморрой болғаннан кейін асқазан шек кетті деген сөз. Бұл екеуі бір-бірімен байланған зат. Сосын үнемі солай отыр. Бір қалыпты жұмыс жүйкеден кетіреді. Ызаланып, шаршап үйіне келеді. Оның үйінде ыдыс жуып, ол ыдыс жуған ақысын елден ала алмай, Астана қожайыннан ала алмай, тоңып дірілдеп шаршап деген жүдеу жүзді әйелі келеді. Екеуі бірін-бір жұбатқан орнына енді екеуі бір-біріне тарс тұрс ете қалатын да болады. Содан ажырасу көбейеді. Балалар жетім қалады. Тұтас қоғамда осындай зұлымдыққа кім салып отыр? Осы ма біздің анау дін тонын жамылған, басына сала құлаш мата орап алған дінкештердің айтатыны, ел аман жұрт тыныш болсын дейтін осы ма? Елді, жұртты оқ атпай, ыс түтексіз, соғыссыз жағдайда жою деген осы. Қаныңды теспей сору деген осы. Қан шығармай халқыңды қырып жатқаны осы. Сол жаңағы 40-тан өтер өтпеген 15-16 сағатын ауыр жұмыста өткізетін такси болып, күзетші болып, асханада аспаз, даяшы, ыдыс жуғыш болып, көшеде аққар көкмұзда бақалшы саудагер болып зат сатып, бастығының майлық сулығы болып, медсестра болып, дәрігер болып, мұғалім болып, мемлекеттік мекемеде жұмыс істеп отырған әрбір қазақтың түріне қарашы. Санаулы қазақтың қанын сорып отырған, жоғарыда отырған үстем тап қаныш жерлерінен басқа қалған қазақтың барлығы арып, ашып, жоқшылық, мүсәпірлік және кіріптарлықта өмір сүріп жатқан жоқ па? Саған ел аман жұрт тыныш болсын дейтін анау сала құлаш сәлде орап алған дін тонын жамылған мұнафиқтер айтады. Неге? Оның баласы шетелде тұр. Оның бәленбай тоқалы бар. Оның коттедждері Алматы Астанада тұр. Ол бар бір министрдің өліп қалған, арақ ішіп өліп қалған қайнаттасына дұға қылайық деген үшін ол $10,000 министр қалтасына салып қояды. Ал арақ ішіп, арам өлген министрдің қайнаттасына. Мүмкін тоқалына шабамын деп, төсекте өліп қалған, жүрек ұстап өліп қалған министрдің қайнаттасына жаратушы Алла алдынан жарылқасын, сабыр қылайық, дұға қылайық, ағуду биллаһи минеш шайтан деп айтқан үшін ол $10,000, $20,000 алып қайтады. Олар айтады ел аман жұрт тыныш болсын деп. Неге? Ол байлықтан, барлықтан, уайымсыз, қайғысыз. Ол сені ойламайды, ол қарапайым қазақ, ол сен аққар көкмұзда табаныңнан сыз өтіп, суық өтіп, жап-жас болып қыз жігіттер бала таптыра алмай, бала туа алмай, бүйрегінен кетіп, қаныңды сатып, бір бүйрегіңді сатып, ел тентіреп кеткенімен олардың қақысы жоқ. Себебі ол ыстық су үйінде бар, 4 тоқалы бар, немересінде қыздар тоқалдық қалған. Жаңағы жап-жас қыздар ана мұрнындағы түгіне дейін ағарып кеткен. Сақал мұрты былай түгіл, мұрнының ішіндегі түгіне дейін ағарып кеткен. Ана аталмыш дін ұстаздары жаным, мен Меккеден коттедж алғым келеді десе, Меккеден коттедж алып бере салады. Жаным, мен түрік қардашларды çok seviyorum, мен түрік қардашларды çok seviyorum десе, Стамбулдан коттедж алып бере салады. Ал сен бейшара бұтыңа бір бүтін дамбал алу үшін ойланасың. Бұтыңа бір бүтін дамбал алу үшін сен ойланасың. Неге? Сенде денсаулықта жоқ, ақшада жоқ, жағдайда жоқ. Ол әр 5 уақыт намазын ғұсылмен ыстық суда, джакузи бар, ыстық суда демалып, саунада тамағын алып, сақалдарын тарап, сәлдесін орап, машалла, машалла, Алланың бергеніне тәуба шүкірлік деп, сосын ғұсылмен намаз оқып, сосын ойлап қап, Меккеде оқып келейінші деп, ана қатысына телефон соғады, маған Меккеге билет алшы, мен осы Меккеде барып, Қағбаны құшақтап тұрып, құлшылық қылайын дейді. Меккеге ұшып барып ал дұға қылады да. Сен бейшара, сен жүрсің. Аяғында дұрыстап етікте жоқ аяқ, табаның жұқа қытай еске киіп алғасың. Табаныңнан сыз өтіп тұр, табаныңнан сыз өтіп тұр. Бүйректен кетесің. Табаныңнан сыз өтіп, өзің көлікте отырсың, өзің ауыр жұмыс істеп жүрсің, құрылыста стройкада жүрсің. Денсаулықты күтетін жоқ, витамин дегеннің не екенін білмейсің. Витамин ішіп, жағдайыңды қарап, бауыр бүйрегіңді дұрыстау деген сенің мүмкін емес, түсіңе де кірмейді.
Ал аналар ол бүкіл дүниедегі ең мықты витаминдерді, уколдарды салады, күшейтетін, бауырды қартайтпайтын, керісінше жасартатын, бүйректі күшейтетін, витаминдерді неше түрлі қуаттандыратындар керек десе, ана сәбилерді тірідей шыңғыртып отырып, жұлындарынан алып, денесін жасартатын уколдарды ұрыстады. Сондықтан олар күшті болып тұрады. Сондықтан олар жас сұлу немересіндей қыздарды алады олар. Ал сен бейшара, сенімен бірге арып, ашып, жүдеп, жүзін әжім басып, фигура кеткен, денсаулық ол да кеткен әйеліңменен сен ренжісесің. Неге? Сен енді ол әйелге махаббат бере алмайсың ғой. Неге? Денсаулығың жоқ. Ол әйел де саған махаббат бере алмайды. Неге? Оның әйелдік гормоны да бітіп кетті. Ол депресс, стресс, жоқшылық, уайым, қайғы, ауыр жұмыс, ұзаққа созылған жаңағы жұмыссыздық, баланы қайтем, ананы қайтем, мынаны қайтем. Ода да енді саған беретін әйелдік махаббат жоқ. Оның өзіне де қарайтын уақыты жоқ. Ана үстем таптар, ана жоғарыдағы әбден құтырған қазақтың 1%-на да жетпейтін үстем таптар еріндерін бейтіп төңкеріп, маймылдың көтені құсап, үйректің аузы құсап, ерін бейтіп алып, жаңағы ана жеріне ремонт жасап, мына жеріне ремонт жасап, олар жүр есі шығып. Ал сен қарынның мәселесін шеше алмай жүрсің.